Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түркілер және олардың өмір сүру салты. Бүгінгі сабақта сен түркі әлемінің жетістіктері мен өнер табысын оқып үйренесің. Түркілердің өмір сүру салты туралы білетін боласың. Түркілер ортақ тілі мен мәдениеті арқылы біріккен ежелгі орталық Азия халқының ұрпағы. Қазақ халқының шежіресін бәйтерекке теңеген. Бұл ағаш діңі қазақтардың бабалары, сақтар, ғұндар, түркілер болып есептеледі. Түркі қағанатының негізін салушы Бумын қаған болған. Ол темірден жасалған қарумен, сауытпен қаруланған қуатты әскер құрған. Түркілердің әскерлері шығыс ұлы Қытай қорғанының батысында Қара теңізге дейін ұлан байтақ өлкені басып алып билік жүргізген. Араб тарихшысы былай деп жазған екен: түркілер елінде 25 қала орналасқан. Олардың ішінде Құлан, Мерке, Талғар және басқалары да болған. Арықтар және ескі каналдардың ізі сақталып қалған екен. Археологтар қазба жұмыстарында орақ, пышақ, балға, үзеңгі, қылыш және басқа әртүрлі әшекей бұйымдарын тапқан. Мінекей өздерің көріп отқандай, мына топтық жұмыстарда, постер қорғағанда осының бәрі